бұл ілімнің өз топырағымызда ғылыми негізделіп ашылғанына 15 жыл болды. Бірақ аяқтан шалғанынан басқа елең етек ешкімде жоқ. Тіпті білім ғылым министрлерінің қолдарына да ұстатылды. Еш әрекет етпейді. Енді мемлекеттік тілді үйрету мәселесіне келейік. Қараңызшы, бүкіл орыс мектептерін, ұйғыр, корей, өзбек, дүнген мектептерінің бәрін қаражат беріп отырған кім? Сол қаражат кімнің дәулеті? Қазақ мемлекетінің және қазақтың ырыс несібесі ғой. Тіпті сол мектептерде сабақ беретін оқытушылардың жалақысын төлеп отырған кім? Тағы да қазақ мемлекеті беріп отыр. Олай болса, мемлекет тілін ақы беріп үйрету, бұл тағы да сол осы мемлекеттің иесі қазақ халқын қорлау деген сөз. Осы мемлекетте тұрған қандай ұлт болмасын, мемлекеттік тілді білуі аксиомалық заңдылық. Рас қазақ мемлекеті қаржыландырып, тіршілігіңді жасап беріп отыр ма? Ендеше қандай сөз бар? Осы мемлекеттің отын оттап, суын ішіп, осы топырақтан нәр алып, өсіп өніп отырсың ба? Олай болса еш уәжсіз бұл мемлекеттің тілін білуің шарт. Тіпті бұл қай ұлттың болмасын азаматтық борышы ғой. Осыны түсінетін мезгіл жетті емес пе? Халық үні қоғамдық бірлестік одағының сайты бар, халықаралық қазақ дейтін газеті бар, соның ішінде интернет радиосы да бар, интернет телевидениесі ашылды жаңа. Видео хостинг дүниежүзінің жаңа YouTube жүйесіне қосылған. Мына бүгінгі шараны түсіріп жатырмыз, кешке соған саламыз, жаңа үзіп-үзіп. Оны Моңғолиядағы қандастарымызда, Қытайдағы да бәрі оқып көре алады. Біз бүгін болған шараны кешке салып отыруға мүмкіндігіміз бар. Сол осы мүмкіндікке мүше болған қоғамдық бірлестіктердің бәрі қолдануына мүмкіндігі туады. Сонда сол сайттың бетінде жаңағы әрбір бірлестікке бір-бір бет ашып, сол жаңағы бір-бірімізден қарым-қатынас жасауымызға жақсы мүмкіндік аламыз. Сонда бір-біріміздің істеп жатқанымызды халыққа жеткізуге болады. Оны жаңа білім министрлігімен бірлесіп, әрбір мектепті осы жаңа қоғамдық бірлестіктер одағының мәдени ағарту орталықтарында мектептерден тілші дайындауды жобасында ұсынып жатырмыз. Бұл бәріміз бірлесіп атқаратын іс. Сонда үлкен тұлғалы ер ағалар, парасатты азаматтарымыздың айтқаны халқымызға, жастарға жетіп тұрса, бұл біздің жаңағы рухани кемелденуімізге жол ашады деймін. Осыған бір сонымен біз мына қоғамдық ұйым құрғалы жасында өте дұрыс. Енді бұның нәтижесі болар ма? Міне осы жағына келуіміз керек. Көндеген мына ненің қоянның құлағынан ұстамасаңыз, қолыңызды дап-дала жыртып жібереді. Сондықтан мәселенің құлағынан ұстай білу керек. Ал енді қоғамдық ұйымдар көп қазір бізде. Оның барлығы ұлттық мүддеге келгенде бұрылып кетеді. Ал мынау тіптен қазір мынау қазақтың өзі қазаққа қарсы шыға бастады. Қазақтың үлкен бөлігі мынау балаңыз орысша оқыды ма? Орысша тәрбиеледі ме? Бітті. Ол қазақтың баласы емес. Ол мынау жалпы Жүсіпбек Аймауытов өте данышпан адам екен. Бала өз ана тілінде тәрбиеленбесе, өз ұлтына қызмет ете алмайды деді. Міне осы қазір осы ой салтанат құрып тұр. Ал енді мына бағанағы ойымның аяғына жалғайын. Мына кезінде біз халық рухы партиясын құрдық қой. Сонда осы бірләс жігіттерді біз партияның басқаруына енді төралқа жағына енгіздік. Басқару қой. Сөйтіп солармен бірге жұмыс істедік. Сол кезде мына осы жігіттер жиналып, біраз жігіттер таман асыпты бір апта қалған кезде ойбай біз өзімізше партия құрамыз деп халық үні деген партия құрмақшы болды. Мына осы атта. Өзімді танығалым, мен өзім жиналып кете жазадым. Бұл не бұлар? Таза ұлттық мүдде ғой айналып кетейін. Бұлардың қалай? Демедім, олар барып өздерінше пресс-конференция өткізді. Сөйтіп ақыр аяғында барып. Бұлар халық жинай алмай, өйткені қазір партия құру деген азап қойылды. 50 мың адам
қазір енді 40 мыңға түсірді ғой, бұрын 50 мың қол жинау керек. Және ана съезге, құрылтайға 1000 адамнан 1 адам кем болмау керек. Оны бұлар жасай алмады. Сонда мен соған қатты қапа болдым. Ал енді сол кезде айттым, енді халық рухы. Халық рухы деген біз партия құрдық қой. Ал халық үні деген не керек? Екеуі бір емес. Үні не? Рухы не? Рухтың өзі үн ғой. Міне осындай не болған. Енді сондықтан, енді мына басында, мына Советхан Қапасовты мен өзім қадірлеймін. Үлкен ұлттық мүддеге терең тамыш берген. Мына қоғамдық бірлестіктер шынында да мына қазақ тілінде қазақтың ұлттық мүддесін көтерген бірлестіктердің барлығы далада жатыр. Мәселен, біз мемлекеттік қоғамдық қозғалысын құрдық осыдан 4-5 жыл бұрын. Bir тиын берген емес, bir тиын. Мәселен, осында ұйғыр орталығы бар, 12 ұйғыр орталығы. Барлығы да үкімет есебінен қаржыландырады. Бізге қазақтың тілін көтерген үшін 1 тиын бермейді. Міне, сол сияқты осындай мәселелерге мұрындық болатын болса, өте дұрыс. Сондықтан бұндай нетуіміз керек, қолдауымыз керек, қуаттауымыз керек. Ал енді жаңағыдай жақтарында ескеріп қоюдың артықтығы жоқ. Менің айтайын деген осы.